Бүгін біз электростатика жайында түсіндіреміз. Электростатика негізінен жалпы зарядтар туралы. Зарядтар үш түрі болады. Оң зарядталған денелер, теріс зарядталған денелер, немесе зарядталмаған денелері. Оны нейтрал зарядтар дейді. Зарядтар ең кіші бөлшегі, элементар бөлшегін, ең кішкентай бөлшегін ол элементар заряд дейміз. Ол негізі 1,6 оның минус 19 дәрежесіне тең. Бұдан ары қарай бөлінбейді заряд. Бұл зарядтың ең кішкентай кірпіші, былайша айтқан кезде өлшем бірлігі кулон болып саналынады. Жалпы біз білеміз, екі бірдей зарядтар бірін-бірін итереді, тебеді, бірін-бірінен алыстайды. Екі теріс зарядтар да сондай, аттас деп айтып жатады. Екеуі бірін-бірін тебеді, алысқа кетеді. Ал егер оң заряд пен теріс заряд болса, олар бірін-біріне жақындайды, бірін-бірін тартады. Бұны біз жалпы бәріміз білеміз. Бұл оң заряд, теріс заряд және нейтрал зарядтар. Негізі протон, неутрон, электроннан тұрады. Кез келген заряд ол протон, электрон, неутроннан тұрады. Протонды біз P деп белгілейміз, электронды E дейміз, неутронды N дейміз. Протондар олар оң зарядталған, электрондар теріс зарядталған болады. Неутрондардың заряды болмайды. Ол нөл. Негізі біз білеміз, барлық заттар атомнан құрастырылған. Атомның ортасында протон мен неутрондар болады. Оны ұмытпаңыздар. Яғни ортасы ол әрқашан оң таңбалы заряд болады, оң таңбалы. Электрондар болса, жер серігі сияқты атомның ортасы бар, соның шетінде айналып жүреді электрондар. Бұны ешқашан ұмытпаңыздар. Электрон атомның ортасынан алыста айналып жүреді, яғни ай сияқты, жер серігі сияқты алыста айналып жүреді. Электрон мен протонның негізі зарядтары бірдей, тек қана электрон ол теріс таңбалы, протон болса оң таңбалы, және олардың зарядтары элементар зарядқа тең, яғни 1,6 оның минус 19 кулонға тең болады. Енді осы жерде қараңыздар, кейін тағы да түсіндіре жатамыз. Электрон айналып жүргеннен кейін атомнан электронды алу оңайырақ болады, салыстырмалы түрде. Заряд бір денені зарядтаған кезде ол электрон арқылы зарядталынады. Өйткені электрон алыста айналып жүреді, шетінде айналып жүреді. Сондықтан электрон емін-еркін қозғала алады. Кейбір жағдайларда бір атомнан екінші атомға өте алатын ол электрон. Өйткені ол алыста емін-еркін айналып жүр. Протон мен неутрон болса, ол орталықта болғаннан кейін оларды орнынан қозғалту қиын. Осы есеп шығарып көрейік. Электрон дегеніміз не? Жаңа жоғарыда айттық. Электрон дегеніміз шамасы 1,6 оның минус 19 кулон теріс зарядталған. Электрон ол теріс зарядталған элементар бөлшек. Екінші есепті көрейік. Бірдей төрт металл шарлардың зарядтары берілген. Алдымен Q1 және Q2 бірінші жүйе деп есептейді, өзара жақындатып, қайта бастапқы орнына келеді. Одан кейін Q3 пен Q4-ті бірін-біріне жақындатады, тигізеді, яғни бұны екінші жүйе дейді, қайтадан ажыратады. Содан соң бірінші және екінші зарядтар жүйесінен бір зарядтан алып, оларды өзара жақындатып, қайтадан бастапқы орнына келтірді. Осы екі шардың заряды. Бұл жерде көріп отырсыздар, екі түрлі зарядтар бар, денелер бар, ол бірін-біріне тигізеді, қосады, қайтадан ажыратады. Сол кезде зарядтар өзгереді. Зарядтар бірін-бірінен өтеді. Бірінші денеден екінші денеге. Қандай кезде өтеді, қандай шартта өтеді? Бұны шығару үшін білесіздер, зарядтар ол электрондардан тұрады, протондардан тұрады. Олар да бір дене сияқты, ол өзі жоқ болып кетпейді. Яғни энергия сияқты. Бастапқы жалпы зарядтың саны, жүйенің жалпы заряды ол ешқашан жоғалып кетпейді. Мысалы, бірінші мен екінші, бұлай жазып алайық біз. Бірінші денемізде минус Q деген заряд бар, екінші денемізде 5Q деген заряд бар. Бірінші дене, екінші дене. Осы екеуін қосады, қайтадан ажыратады. Қараңыздар,
Екеуін бірін-біріне жақындатпастан бұрын жалпы заряд неге тең еді? Ол бірінші заряд пен екінші зарядты қосамыз. Жалпы заряд оң таңбалы 4Q екен. Енді басында сұрақты мұқият оқысақ, 4 бірдей металл шар, яғни көлемдер бірдей. Демек, қосып қайдан ажыратқан кезде екеуінде бірдей заряд болып бөлінеді. Екеуінде де бірдей зарядтар болады, өйткені көлемдер бірдей. Жалпы заряд екеуінде 4Q еді. Демек, ажыратқаннан кейін қазір әрқайсында 2Q деген заряд пайда болады. Енді екіншісін қарастырайық. 3 пен 4-ті қосады. 3 пен 4-те үшінші денеде бізде 3Q деген заряд болды басында. Төртінші денеде минус 7Q. Екеуін бірін-біріне жақындатпас бұрын жалпы заряд қанша еді? Ол 3Q қосылған минус 7Q, демек минус 4 теріс таңбалы 4Q. Қайттан ажыратқан кезде екеуінде көлемдер бірдей болғаннан кейін екеуінде бірдей зарядтар орналасады. Мына жерде 2Q, екіншісінде де минус 2Q заряд болады. Енді сұрақ жалғастырамыз. Содан кейін бірінші жүйе, ол міне бірінші жүйе. Ол жердегі зарядтар 2Q әрқайсында. Екінші жүйеде де 2 шарымыз бар. Екеуінде де минус 2Q-ден. Енді осыдан бір зарядтан аламыз, өткен айырмашылық жоқ қайсысын алсақ та. Бірінші жүйеде 2 дене бар, екінші жүйеде де 2 дене бар, бірақ екеуінде де зарядтар бірдей болғаннан кейін кез келген аламыз. Екеуін бірін-бірін мысалы мынаны аламыз, сосын мынаны алып екеуін қосамыз. Қоспай тұрған кезде екеуінің жүйенің жалпы заряд неге тең? Ол 2Q қосылған минус 2Q тең болды 0. Жалпы жүйенің заряд жоқ екен, өйткені бір жақта оң таңбалы 2Q, екіншіде теріс таңбалы 2Q, сан мәндер бірдей, қоссаңыз 0 шығады. Қайттан ажыратқан кезде де 2 денеде 0,0 заряд болады екен. Жауабы Е нұсқасы болады. Бұл жерде зарядтардың сақталу заңы деп айтсақ болады. Заряд ол материя, яғни өзінен жоқ болып кетпейді. Бастапқы барлық зарядтың қосындысы тең болады. Бір процестен кейінгі толық зарядқа тең болу керек. Біз бағана айтып кеттік, 2 оң таңбалы заряд бірін-бірін тебеді, 2 теріс заряд бірін-бірін тебеді, оң заряд пен теріс заряд бірін-бірін тартады. Бұл бағытын, күштің бағытын сипаттайды. Ал енді күштің өзі неге тең? Күштің өзін Кулон заңымен анықтауға болады. Ол күш наған тең. К деген коэффициент бар, константа, тұрақты бір сан. Оны көбейтеміз 2 зарядқа, Q1 мен Q2 және бөлеміз ара қашықтығының квадратына. 2 дененің 2 зарядтың ара қашықтығының квадратына бөлеміз. Бұл теңдеу бүкіл әлемді тартылыс күшіне ұқсас. Q1 мен Q2 арасында массалар тұрады, коэффициенттің орнына білесіздер, ол жерде де басқа коэффициент тұрады, өзіне тән, және ол кезде де бөлетін едік ара қашықтықтың квадратына. Бұл жерде К коэффициенті 9, оның 9 дәрежесіне тең. Бұны жаттап алу керек, немесе есептерде көбінесе береді, бірақ білген жөн. Бұл тұрақты коэффициент өзі 1/4πe0 арқылы есептелінеді екен. Ол жерде тағы да бір электр тұрақтысы бар. E0 деген ол 8,85, оның минус 12 дәрежесі екен. Енді аны суретін сызатын болсақ, бірінші дене Q1 болсын, екінші дененің заряды Q2 болсын, ара қашықтықтары R болсын. Әрине ара қашықтықты біз центрден бастап санаймыз. Егер біреу оң таңбалы, біреу теріс таңбалы болса, бірін-бірін тартады, F деген күшпен. Сол F деген күштің формуласы міне. Коэффициентке көбейтеміз, 2 зарядқа көбейтеміз, бөлеміз ара қашықтығының квадратына. Күшті біз бәріміз білеміз, ол векторлық шама, яғни оның бағыты бар. Бағыты өте маңызды. Есеп шығарып көрейік, үшінші есеп. 10 нанокулон және 16 нанокулон, кулон деген зарядтың өлшем бірлігі. Бір-бірінен 6 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші. Яғни формуламызға қоямыз. К Q1 Q2 бөлінген R квадрат. К деген 9, оның 9 дәрежесі. Q1 деген 10 нано. Нано деген минус 9. Q2 деген 16 нанокулон ол да минус 9 дәрежесі. Бөлеміз ара қашықтықтың квадраты 6 мм
оны метр арқылы жазамыз. Минус 3 осының квадраты. Енді мен жауаптарына қарасам, сандарының барлығы бірдей жоқ арасында. Демек мен нөлдерді уайымдамасам болады. 10-ның 9 дәрежесі, 10-ның минус 9 дәрежесі дегендер мен ешқайсына мән бермесем болады екен. Мен тек қана сандарды көбейтіп бөліп шығайын. 9 бар, 16 бар, оны бөлуім керек 6-ның квадратына. Сол кезде қандай сан шығады? Ол кезде бізде 4-тен басталатын бір сан шығады. Жауабы сол кезде D деген жауап нұсқасы дұрыс болады. Енді электр өрісінің кернеулігі деген физикалық шама бар. Бұны қысқаша былай айтсақ болады. Екі заряд бар, оң және теріс, бірін-бірін тартатын күш бар. Мысалы, екінші дене, бірінші денеміз болсын, екінші дене. Екінші денеге неге күш әсер етеді? Өйткені екінші дене ол бірінші дененің территориясына жақындады деп айтуға болады. Демек, екінші дененің тұрған жерінде бірінші дененің бір әсері бар, бір атмосферасы бар. Соны электр өрісінің кернеулігі дейді, және оны Е деген, ағылшынша Е деген әріппен белгілейміз. Ол тең болады. Бағана коэффициентіміз көбейтеміз зарядқа, бөлеміз сол жерге, сол нүктеге дейінгі арақашықтың квадратына. Яғни біз бағана Кулон заңында күшке ұқсас, тек қана бір ғана заряд бар жоғарыда. Екі заряд емес, тек қана бір заряд. Енді бұл да векторлық шама, яғни бұның да бағыты бар. Мысалы, оң заряд болса, Q1 деген, R деген қашықтықта электр өрісі, егер оң таңбалы зарядтың электр өрісінің кернеуі болса, ол зарядтан алыстайды. Ал егер бізде теріс заряд болса, Q1 деген, онда R деген ара қашықтықта электр өрісінің кернеуі керісінше зарядқа бағытталады. Бұл бағытын білдіреді. Бірақ сан мәнін осы теңдеумен есептейміз. Ұмытпаңыздар, бұл электр өрісінің кернеулігі. Сол электр өрісіне басқа бір заряд келсе сырттан. Мысалы, мына жерге мен әкеліп, екінші зарядты әкеліп қойдым, Q2 деген. Осы кезде ол екінші заряд бірінші заттың, бірінші дененің, бірінші зарядтың территориясына келгеннен кейін, яғни бірінші дененің электр өрісінің кернеулігіне келгеннен кейін оған күш әсер етеді. Ол күшті біз Кулон заңы деп бағана айтып кеттік, немесе электр өрісінің кернеулігі арқылы жазсақ та болады екен. Яғни осы жерден біздің Кулон заңымыз пайда болады. Q1, Q2 бөлінген R квадрат. Мән беріп қарасаңыздар, бұл жердегі мына бөлшегі бізде Еге тең. Электр өрісінің кернеулігіне тең. Яғни Кулон заңы осы жерден пайда болады екен. Есеп шығарып көрейік. Төртінші есеп. Электр өрісінің қандай да бір нүктесінде 10-7 кулон зарядқа 4-10-3 дәрежесі ньютон күш әсер етеді. Осы нүктедегі электр өрісі. Яғни біз білеміз, күш электр өрісінің кернеулігі көбейтеміз заряд. Осы жерден электр өрісінің кернеулігі тең болады күш бөлінген заряд. Күшіміз 4-10-3 дәрежесі, зарядымыз 10-7 дәрежесі. Қараңыздар, дәрежелеріне мән бермесек, 4 деген санмен басталатын бір жауап болу керек, ол Е нұсқасы. Тағы соған қатысты бір есеп шығарайық. Кернеулігі 6-10-5 дәрежесі бір текті электр өрісінде заряд бар екен. Электр өрісінің күш сызықтарына 60 бұрыш жасай 2 сантиметрге орын ауыстырғанда жасалынатын жұмыс. Енді бұлай айтайық. Электр өрісінің бағыты бұлай бағытталған. Бұл осы электр өрісінде бір зарядымыз бар, Q деген. Оны 60 дәрежеде қозғалтады. Яғни мына бағытта қозғалтады деп есептейік. Мына жер 60 градус. X деген арақашықта қозғалтады. Қандай жұмыс жасалынады? Біз білеміз, жұмыс ол тең болады күш көбейтілген қашықтығы. Бірақ күшіміз жүрген жолмен немесе орын ауыстырудың бағытында болу керек. Бұл жерде бізде электр өрісінің кернеулігі бар, демек күш әсер етеді. Күштің бағыты осы электр өрісінің бағытына сәйкес келеді. F ол және тең болады E көбейтілген заряд.
бізге x бағытындағы күш керек, яғни компоненті. Ол компонент бізде күшті косинусқа көбейтуіміз керек. F көбейтілген косинус альфа осы бағытта қозғалады. Демек, біздің мына формуламызда күш F косинус альфа болу керек. Өйткені сол бағытта қозғалады. Осы компоненттің бағытында қозғалады. F-іміз, күшіміз ол электроөріс кернеулігінің зарядқа көбейтеміз. Косинус альфа бұл жерде 60 және 2 сантиметр. Электроөрісі бізде 6 10-ның 5 дәрежесі. Зарядымыз 5 10-ның минус 6 дәрежесі. Косинус 60 бізде 0,5-ке тең. 0,5-ке тең. Жүрген жолымыз 2 сантиметр, 10 метр арқылы жасақ, минус 2 дәрежесі. Енді қайтадан қараймыз. Жол нұсқаларының арасында ешқайсында бірдей саннан басталмайды. Демек, мен нөлдеріне әзір мән бермеймін. Өйткені пайдасы жоқ оның. Жауаптарында ұқсас саннан басталатын жауап жоқ, нұсқа жоқ. 6 мен 5-ті көбейтем. 30. 30-ды 0,5-ке көбейтем. 15 шығады. 15-ті қайтадан 2-ге көбейтсем 30 шығады. Яғни 3-тен басталынатын бір жауап шығу керек. Ол Д нұсқасы. Бұл да әрине ұбт-да қолданатын бір методтардың бірі. Енді жаңа жоғарыда айтып кеткен электроөрісінің кернеулігі ол бір нүкте зарядтан бір R деген қашықтықтағы жағдайдағы теңдеуді жаздық. Коэффициент көбейтеміз заряд бөлінген R квадрат. Ал егер біздің денеміз нүкте болмаса, материалдық нүкте ретінде қарастай алмасақ, басқа дене болса, ол кезде осы теңдеуді қолдана аламыз ба? Бір жағдайды ғана қарастырайық. Әрине бұл жерде неше түрлі формулалар көп. Шын өмірде біз көп кездесетін біреуін қарастырайық. Біркелкі зарядталған пластинаның электроөрісінің кернеулігі. Яғни біркелкі зарядталған бір пластина бар. TX мынадай бір ұзын пластина зарядталған. Q деп, S деген ол көлемі, бір қағаз сияқты мысалы. Бір қағаз дейік, бір парақша Q деген заряды бар, және оның ауданы S болсын. Осының айналасында электроөрісі бар, E деген. Өйткені ол зарядталған ғой. Және бұл басқа формуламен есептелінеді екен. Заряд бөлеміз 2-ге, бөлеміз E0-ге, ол тұрақты электр тұрағы, білесіздер, жоғарыда айтылды. Тағы да бөлеміз ауданына. Осы формуланы қолданады екенбіз. Егер пластина болса бізде S деген ауданы бар. Есебіміз жалғастырайық. Осыған байланысты кернеулігі берілген, өріс кернеулігі конденсатор. Конденсатор дегенімізде екі пластинадан тұратын, бірінде оң заряд, бірінде теріс заряд. Бірдей пластинадан тұратын құрылғыны конденсатор деп атаймыз. Зарядтары берілген, ауданын табу керек. Енді қараңыздар, екі пластина болғаннан кейін бұл жерде екі электр өрісі бар, өрісінің кернеулігі бар. Біреуі сол жақтағы зарядтікі, екіншісі оң жақтағы теріс зарядталған. Оң зарядталғанның электр өрісінің кернеулігі оңға бағытталады, өзінен алыстайды. Екінші оң жақтағы теріс зарядталған зарядтікі ол керісінше өзіне бағытталады. Екеуінің де бағыты бірдей. Демек, жалпы кернеу бізде не болады? Екі пластинаның арасындағы немесе конденсатордың ортасындағы жалпы кернеу 2 Eге тең болады. Екеуінің де электр өрісінің кернеулігі бірдей болады, өйткені зарядтарда бірдей, аудандарда бірдей. Жоғарыдағы теңдеуді қолданатын болсақ, заряд бөлінген 2 E0 бөлінген S, осы жерден екі пластинаның ортасындағы өріс кернеуі ол заряд бөлінген E0 S екен. Демек, бізде мынауымыз бізде берілген 10-ның 16 дәрежесі мега. Осы жерден бізде аудан неге тең болады? Заряд бөлінген E0 10-ның 10 көбейтілген 6 дәрежесі. Зарядымыз бізде 3,1 10-ның минус 6 дәрежесі. Микро деген бөлеміз 8,85 электр тұрақтысы 10-ның минус 12 дәрежесі және 10-ның 6 дәрежесі. 10-ның 6 дәрежесі. Осы жерден есеп шығаратын болсақ, 3,1 бөлеміз 8,85-ке 35-тен басталатын сан шығады екен. Нөлдеріне мән бермесек болады екен. Бұл жерде бір ғана нұсқа бар, Д нұсқасы. Енді
Жалғастырамыз. Өріс кернеулігінің суперпозиция принципі. Суперпозиция деген ол қосындылары. Қосындылар, бұл жерде электр өрісінің кернеулігі туралы әңгімелесіп жатыр. Демек, бұл векторлық шама екенін біз білеміз. Электр өріс кернеу ол векторлық шама, яғни бағыты бар. Яғни бұл вектор болып саналады. Суперпозиция принципі, мысалы бір нүктеде екі немесе одан көп электр өрісінің кернеулігі болса, соны ескеруіміз керек. Бағытын ескеріп, соны вектор түрінде қосып, сол нүктедегі жалпы қорытынды электр өрісінің кернеулігін есептеуге болады. Яғни бұл жерде айтысы келіп отырғаны бағыт электр өрісінің кернеулігінің бағыты өте маңызды. Есеп шығарып көрейік. Жетінші есеп. Екі заряд берілген, біреуі оң, екіншісі теріс. Зарядтардың ара қашықтығы берілген, олардың ортасында орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі дейді. Суретін сызайық. Сурет бізге көмектеседі. Мынау Q1 оң заряд болсын. Оң жақта теріс зарядымыз бар, Q2. Ара қашықтық бізде берілген. Оны 2x деп есептейік. 2x тең 20 см. Енді осы екі зарядтың дәл ортасында, яғни әрқайсысынан x деген ара қашықтықтағы, бұл x-міз білесіздер 10 см-ге тең болады. Осы ортадағы электр өрісін. Енді қараңыздар, бұл ортада екі электр өрісі бар, біреуі Q1-дікі, біреуі Q2-нікі. Q1 оң заряд болғаннан кейін ол өзінен алыстайды, оны E1 деп белгілейік. Q2 теріс заряд болғаннан кейін сол нүктеде ол өзіне қарай тартады, E2 өзіне бағытталған болады. Оны жоғарыда айтып кеткенбіз. Демек, жалпы электр өрісі осы нүктедегі E1 мен E2-ні қосындысы, өйткені бағыттары сәйкес келеді. E1 деген ол бірінші зарядтың электр өріс кернеулігі және екіншісінікі. Бұл жерде зарядтардың таңбасына енді мән бермейміз, өйткені таңбасын қолдану арқылы біз электр өріс кернеулігінің бағытын есептеп алдық. Сол кезде бізде мынандай формула шығады екен. Енді сан мәндерін орнына қойып шығамыз. К дегеніміз ол тұрақты 9 10-ның 9 дәрежесі. Q1 ол 10-ның -8 дәрежесі. Қосамыз 4 10-ның -8 дәрежесі. Теріс таңба екенін ескермейміз, өйткені оны ескеріп қойдық. Ескеріп бағытын есептеп алдық. X деген ол 10 см, метрмен ол 0,1 болады, оның квадраты. Енді қараңыздар, жауаптарына қарасақ, бірдей ұқсас саннан басталатын жауаптар жоқ. Демек, мен 0-дерге мән бермеймін. Жақшаның ішінен 5 шығады, 5-ті 9-ға өтсем 45 шығады, яғни 45-тен басталатын ұқсас. Бұл жерде тек қана А нұсқасы бар екен. Бұндай методтерді де қолданып отыру керек. Екі параллель пластина арасындағы кернеулік дейді. Жаңа айтып кеттік оны. Екі пластина болса, біреу оң зарядталған, біреу теріс зарядталған, оның арасында электр өріс пайда болады. Бұл электр өрісі суперпозицияны қолдану арқылы екі зарядтың қорытынды электр өрісі, ол деген бізде Q бөлінген E0S. Өйткені екеуінікін қосамыз біз. Осындай электр өрісінің кернеулігі әсерінен бұл екі пластинаның арасында бір кернеу пайда болады. Вольтпен есептелінетін кернеу естеріңізде болса, сол вольт В немесе U деп белгілейміз. Тең болады электр өрісінің кернеулігін көбейтеміз екі пластинаның ара қашықтығына. Екі пластинаның ара қашықтығына көбейтсеңіз, сол вольт шығады, немесе екі пластина арасында кернеу дейді. Бұл жерде абайлау керек. Кернеу, өріс, кернеу деген сөздер бір-біріне өте ұқсас. Физикалық шамалар, аттары ұқсас. Есеп шығарып көрейік. Кернеуі 220 вольт желіге қосылғанда электр пластинасының спиралы арқылы 15 кулон заряд ағып өтті дейді. Өтсе атқарылатын жұмыс. Енді механикадан біз білеміз, жұмыс деген ол күш көбейтілген жүрген жол. Дұрыс қой. Бұл жерде күш, қандай күш бар? Бізде электрлік күш, электростатикалық күш, яғни электр өріс кернеулігін көбейтеміз зарядқа. Бұл күш болып саналады. Бізде күш көбейтеміз жүрген жолына. Енді қараңыздар. Электр өріс кернеулігі мен ары жүрген жолдың немесе ара қашықтығының көбейтіндісі біз жоғарыда айтып кеттік, ол кернеуді береді. Яғни бұл жерде жұмыс кернеу көбейтілген заряд болып табылады.
осылай да жазуға болады екен. Жұмысымыз кернеу көбейтілген заряд, кернеуіміз 220, көбейтеміз 15 шығады. Жауабымыз сонда 3300 жол немесе 3,3 кило жол болып табылады. Енді өткізгіштер мен диэлектриктер. Бұл жер өте маңызды, бұны жақсы түсініп алу керек. Өткізгіштер деген не, диэлектрик дегеніміз не? Түсініктемесіне келейік. Заттың құрамында сыртқы электр өрісінің әсерінен еркін қозғала алатын электрондар бар заттар өткізгіштер деп атаймыз. Мысалы, бір денеміз бар, оны сыртқы электр өрісіне орналастырдық. Мысалы, мына бағытты Е бағытталған. Мысалы, сол кезде бұл Е, білесіздер, бұл электр өрісінің кернеулігіне бір заряд пайда болса, жолында оған күш әсер етеді. Сол кезде егер дененің ішінде электрондар болса, электрондар ол еркін қозғала алады. Білесіздер, бағана айтып кеттік, атомның ол шетінде айналып жүргендіктен оны қозғалтуға болады. Электрондардың орны ауысады. Егер осындай орындар ауысатын бір дене болса, оған металдар жатады, тұзды су жатады екен. Электрондар ішінде қозғала алса, орындарын өзгерте алса, оны не дейміз? Өткізгіштер деп атайды екенбіз. Ал егер құрамында еркін электрондар болмаса, яғни еркін электрон деген орнынан қозғала алатын электрондар болмаса, ол кезде ондай денені біз диэлектриктер деп атаймыз. Түсінікті, дененің ішінде бос электрондар болса, еркін электрондар қозғала алатын, бір атомнан екінші атомға өте алатын болса, оны өткізгіштер дейміз. Егер еркін электроны жоқ болса, ондай бір атомнан екінші атомға электрон қозғала алмайды, ондай денелер біз диэлектриктер дейді екенбіз. Енді өткізгішке келейік. Өткізгіш ішінде электр өрісі дейді. Өткізгіш дегеніміз ішінде еркін электроны бар және ол қозғала алады. Осындай денені айтамыз. Соның ішінде, дененің ішінде электр өріс туралы айтылған. Егер бір текті электр өріс ішінде өткізгіш орналастырсақ, өткізгішіміз бар, ол бір сыртқы электр өріс кернеулігіне орналастырдық. Электроиндукция құбылысынан өткізгіш екі қарсы беттеріне қарама-қарсы зарядтар шоғырланады. Олар өз кезегінде сыртқы өріске қарсы модуліне жағынан тең бағытты жағынан қарама-қарсы өріс тудырып, нәтижеде өткізгіш ішінде электр өрісі. Яғни өткізгіштің ішінде электр өрісі нөлге тең болады. Өйткені электрондар қозғалады ғой ішінде. Электрондар қозғалып, ішінде электр өрісінің кернеулігі нөлге тең болатын жағдайда орналасады екен. Яғни бұл жерде біз білуіміз керек нәрсе, өткізгіштің ішінде электр өрісі нөлге тең болады. Егер ол өткізгішті бір сыртқы электр өріс кернеулігіне орналастырса. Поляризация дейді. Сыртқы өріс әсерінен атомдар, молекулалар немесе кристалл ішіндегі байланысқан зарядтардың ығысуын поляризация дейміз. Жаңа айттық қой, өткізгіштің ішіндегі электрондар емін-еркін қозғалады, сол қозғалу процесін поляризация деп атайды екенбіз. Және соның нәтижесінде диполдар пайда болады екен. Электрондар орындарын ауыстырып, ыңғайлы орындарын өздеріне тауып алады да, өткізгіштің ішінде кернеу нөлге теңестіріледі. Сондай процесті поляризация дейді екен, электрондардың қозғалысын. Және соның қорытындысында дипол пайда болады екен. Енді диэлектрикке келейік. Диэлектрик, білесіздер, бағана электрондар, еркін электроны жоқ, олар қозғала алмайды бір атомнан екінші атомға. Сондай денелерді диэлектрик деп айтатын едік. Соның ішіндегі өріс неге тең екен? Енді өткізгіште түсінікті. Электрондар қозғалады да, дененің ішіндегі электр өрісін кернеулігін нөлге теңестіретін жағдайға келеді. Диэлектрикте ондай жағдай жоқ. Өйткені электрондар емін-еркін қозғала алмағандықтан, ол ішіндегі электр өріс кернеулігін нөлге теңестіре алмайды. Бірақ әлсіретеді. Бір оқып шығайық. Электр өрісінің әсерінен диэлектрик бетінде поляризацияланған заряд сыртқы өріске кері бағытталған өріс тудырады. Нәтижесінде диэлектриктегі өріс кемиді. Яғни нөлге тең болмайды, бірақ кемітеді. Вакуумдағы электр өрісінің кернеулігі Е0 болса, бір текті диэлектрик өріс кернеулігінің ішінде ол Е болса, соның қатынасын біз диэлектрик деп атайды екенбіз. Яғни ол қаншалықты әлсірететінін білдіреді.
кішкентай е деген символ қолданамыз, оны диэлектрик өтімділігі дейміз. Бұл нені білдіреді? Бұл сол диэлектриктің ішінде немесе денедегі немесе сол ортамдағы электр өрісінің кернеулігін қаншаға азайтатын білдіреді. Ол түсінікті. Ондай диэлектрикте демек екі зарядтың арасында күште әлсірейді. Күште әлсірейді. Кулон заңында бір өзгеріс болады. Диэлектрик өтімділігіне тағы да бөлуіміз керек болады. Көріп тұрсыздар, Кулон заңы бар, оны тағы да диэлектрик өтімділігіне бөлеміз. Яғни қаншалықты күштің әлсірегенін білдіреді. Есеп шығарып көрейік. Бірдей қашықтықта орналасқан зарядтардың өзара әсерлесу күшінің мәні ең кіші. Онда Кулон заңын жазамыз. Тұрақтымыз. Q1, Q2-ні көбейтеміз. Модульдарын бөлеміз R квадрат. R деген арқашық. Бұл күшке тең. Жоғарыдағы теңдеу. Енді күш ең аз болады, егер диэлектр өтімділігі ең үлкен болса. Қалғандары барлығында бірдей. Есептің шарты бойынша. Ол бізде ең үлкені, мен бұл жерде сын нұсқасында суды көрдім, 81 ең үлкені. Демек суда екі зарядтың арасында күш ең аз болады, ең кіші, минимум болады. Нүктелік зарядтардың өріс потенциалы дейді. Біз бағана айтып кеттік, өріс кернеу деген бар. Ол зарядтың айналасындағы электр өріс кернеулігі, ол векторлық шама. Және де бұл зарядтың айналасында потенциал да пайда болады екен. Ол потенциал К тұрақтымыз, көбейтеміз, зарядқа бөлеміз сол нүктеге дейінгі ара қашықтыққа. Мысалы, мына жерде Q1 деген заряд болса, мына нүктеде бізде Фи деген потенциал пайда болады екен. Және бұл нүктеде Е деген электр өрісінің кернеулігі де пайда болады, екеуі де пайда болады. Енді потенциал туралы айтайық. Потенциал бұл вольтпен өлшенеді, және бұл скаляр шама, бұның бағыты болмайды. Ол теріс таңба болуы мүмкін, оң таңба болуы мүмкін, ол зарядқа байланысты. Және оның формуласы берілген, К тұрақтысы коэффициент көбейтеміз зарядқа, бөлеміз ара қашықтыққа. Бұл теңдеулердің барлығы бір-біріне ұқсас. Кулон заңы болсын, электр өріс кернеулігінің формуласы болсын, потенциалдың формуласы бәрі бір-біріне ұқсас. Сол үшін бұны жақсылап жаттап алу керек. Потенциалдардың суперпозиция принципі, оны просто бір-біріне қосамыз. Неге? Өйткені бағыты болмағаннан кейін оң таңба шығады немесе теріс таңба шығады, просто бір-біріне қосамыз, килограмм сияқты. 2 килограмм қосу 3 килограмм деген сияқты қосылынады олар. Енді екі нүктелік зарядтың әсерлесу потенциалдық энергия. Екі заряд болса, Q1 және Q2, демек екеуінің арасында потенциалдық энергия болады екен. Естеріңізде болса, механикада екі ғаламшардың арасында да потенциал энергия бар еді ғой. Дәл сондай екі зарядтың арасында потенциал энергия бар екен. Ол Кулон заңына өте ұқсас, тек қана бөлінісінде төменгі жағында R квадраттың орнында тек қана бір R болады. Бұны ұмытпаңыздар. Оның есепті шығарып көрейік. Осыған байланысты бұл өте маңызды есеп, шамалы күрделі болып саналады. Шығарып көрейік. Вакуумде 20 нанокулон нүктелік заряд шексіздіктен потенциалы 300 вольт, радиусы 2 см зарядтаған шар бетінен 28 см қашықтыққа әкелу үшін атқарылатын жұмыс. Мынау Q1 болсын. Мына жерде шары бар. Радиусы кішкентай R болсын. Соның шардың бетінен бастап үлкен R, яғни 28 см қашықтыққа жақындату үшін қандай жұмыс атқару керек? Дәл осы жағдайда тұрған кезінде бізде потенциалдық энергия бар. К, Q1, Q2 бөлеміз ара қашықтығы. Ара қашықтығы байқаңыздар, ол центрден бастану керек шардың. Енді бұл жерде не белгісіз? Бұл жерде коэффициент белгілі, Q1 белгілі, 20 нанокулон, Q2 шардың заряды белгісіз. Бірақ шардың потенциалы белгілі, демек оның зарядын есептей алады екенбіз. Демек заряды тең болады. Потенциал көбейту өзінің радиусы бөлеміз коэффициентке. Осыны әкеліп теңдеуімізге қойсақ, есеп мынадай болады. Q1 көбейтілген К, Q2 ол Фи R бөлінген К, бөлеміз R қосылған кішкентай R.
калар қысқарып кетеді. Бізде жауап мынандай болады. Q1 көбейтілген потенциал көбейтілген кішкентай радиус бөлінген R қосылған R. Осындай потенциал энергия болу керек екен. Болады, егер осы жағдайға келген кезде. Есептейік, 20 нано ол -9, фи потенциал 300, радиусы мен сантиметрмен шығара беремін, өйткені астында да бөлінісінде де сантиметр бар. 2 астында 28 қосылған 2. 2 болады. Осыдан бізде жауап қанша шығады? Астында 30 болады. 30 бен 300-ді қысқартсақ 10 болады. Мына жерде 2 мен 2 көбейтсек 40 болады. 10-ы бар 400 болады. 10-ның -9-ы. -9 болады. -9 болады. Немесе бұны 0,4 10-ның -6 деп жазуға болады. Яғни микроджоул болады. Бұндай жауап бізде сын нұсқасында. Яғни алыстан осы жерге 28 см жақындатқан кезде олында жүйеде мынандай потенциал энергиясы пайда болады. Демек алыста да осындай энергия болу керек, чтобы осы жерге алып келе алу үшін. Енді бағана біз есептерде шығарған кезде конденсатор туралы әңгіме қозғалды. Конденсатор деп екі плитаны айтамыз. Екі параллель плита зарядталған. Екеуінде де заряд бар, біреуінде оң заряд, екіншісінде теріс заряд. Осы конденсатордың сыйымдылығы болады екен. Сыйымдылық дегені өзі аты айтып тұр. Қанша заряд қабылдай алады? Былайша айтқан кезде ол бізде аккумуляторлерде, батарейкалерде осы конденсатордың мысалы болып саналады, заряд сақтайды өйткені. Оның сыйымдылығы тең болады екен. Сол конденсатордағы зарядты бөлеміз потенциалға. Потенциалға бөлген кезде заряд шығады екен. Немесе заряд тең болады сыйымдылық көбейтілген потенциал. Бұл сыйымдылықты біз фарад деген өлшем бірлік арқылы жазады екенбіз. Есеп шығарып көрейік. Потенциалы 100 вольт болу үшін өткізгішке 1 кулон электр заряды бергенде оның электр сыйымдылығы. Яғни бұл қарапайым теңдеу. ОБТ-да осындай есептер көп кездеседі, оңай есептер. Зарядымыз бізде 1, потенциалымыз 100, яғни 0,100-ден 1 жауабы Е нұсқасы болады. Тағы бір есеп шығарып көрейік. Сыйымдылығы 60 микрофарад. Конденсатордың астарының бірінен екіншісіне 0,3 милликулон зарядты тасымалдау үшін 20 джоул тең энергия жұмсау керек екен. Әрбір астарында заряд. Енді қараңыздар. Жұмыс неге тең бізде? Күшті көбейтеміз жүрген жолға. Жүрген жолға. Бұл күшіміз тең болады. Электр өрісінің кернеуі көбейтеміз заряд, көбейтеміз жүрген жол. Электр өрісінің кернеулігін көбейтеміз жүрген жолға. Ол бізде білесіздер потенциалға тең. Потенциал көбейту заряд. Бұл тең болады жұмысқа екен. Енді бұл жерде кешіріңіздер. Q, потенциал көбейту заряд тең болады жұмысқа. Жұмысқа тең болады. Осы жерден потенциал есептеп алуға болады. 20 джоул тең болады потенциал белгісіз 0,3 милликулон, яғни 0,3 10-ның -3 дәрежесі кулон. Бұл конденсатордағы потенциал тең болады 20 бөлінген 0,3 10-ның -3 дәрежесінде вольт потенциал бар екен. Бұны есептеп жүрек. 2 бөлінген 3 10-ның нешесі болады? -4 5 дәрежесі болады. Осындай потенциал бар екен. Потенциалға ие екен. Енді біз білеміз конденсатордағы заряд ол тең болады сыйымдылық көбейту потенциал. Осы жерден сыйымдылығы 60 10-ның -6 дәрежесі, потенциалымыз 2 бөлінген 3 10-ның 5 дәрежесі. Осы жерден зарядымыз бізде шығады 63-ге бөлсек 20, 22-ге бөлсек 40. Бұл жерде 4 кулон шығады. Жауабы С екен. С нұсқасы.
Енді сыйымдылықты заряд арқылы, потенция арқылы білеміз, бірақ сыйымдылық әрине өлшеміне байланысты, пластинаның ауданына, екі пластинаның ара қашықтығына тәуелді болу керек. Ақылға салсақ, сол сыйымдылықты мынандай түрде жазуға болады екен. Электр тұрақтысы Е0, Е деген ол диэлектрик. Егер сол екі пластинаның арасында бір диэлектрик орналасса, көбейтеміз ауданыға, пластинаны бөлеміз екі пластинаның ара қашықтығына. Осылай біз сыйымдылықты есептеуімізге болады екен. 13-ші есепті көрейік. Бір пластинкасының ауданы берілген, ара қашықтығы берілген, сыйымдылықты табу керек. Жоғарыда теңдеуді қолданамыз. Бірінші формуланы жазып алайық. Бөлінгенді жауаптарына қарасақ, бірдей сандар жоқ екен, демек мен нөлдеріне мән бермеймін. 8,85 есептес шығару мақсатында. -12 диэлектрик 7 екен, ауданы 20 сантиметр квадрат, оны метр квадратқа айналдырсақ -4 болады. Бөлеміз ара қашықтық 1 мм, ол оның -3 дәрежесі. Мен нөлдерге мән бермеймін. 8,85-ті көбейтеміз 7-ге, көбейтеміз 2-ге, 1,24-тен басталатын сан шығады екен. Жауабы А нұсқасы. Енді біз осындай конденсаторлардан бірден көп болса, және олар бір-біріне параллель қосылған болса, яғни оның суреті мынандай болады. Конденсаторды осылай белгілейміз. Мынау екінші конденсатор, екеуі параллель қосылған болса, және ол бір батарейкаға қосылған болса, мынау С1, С2, параллель. Бұл жағдайда жалпы қорытынды сыйымдылық ол қосындысы болады. Екі немесе одан көп сыйымдылықтардың қосындысы болады. Бірінші теңдеуде көрсетілгендей, жалпы зарядта ол жеке-жеке әрқайсының зарядтарының қосындысына тең болады. Бірақ бұл параллель қосылғаннан кейін әрқайсының потенциалдары бірдей болады. U1 тең U2, U3. Бұл параллель қосылған жағдайда. Бір есеп шығарып көрейік. Сыйымдылықтар 2 нанофарад және 1 нанофарад параллель қосылған конденсаторлар 20 киловольт кернеуге дейін зарядталса, конденсаторлардың жалпы заряды шамасы дейді. Енді біз бұл жерде жалпы сыйымдылықты тауып алайық. Жалпы сыйымдылық ол С1 қосу С2 параллель болғандықтан ол бізде 3 нанофарад болады. Жалпы немесе 3 оның -9 дәрежесі фарад. Бізде заряд 10-ге тең, сыйымдылық көбейтілген кернеу. Сыйымдылығы 3 оның -9 дәрежесі, потенциалымыз 20 кило, кило деген 3 дәрежесі. Осы жерден бізде жауап шығады 60 оның -6 дәрежесі вольт. Заряд бұл вольт емес. Кулон шығады, немесе микрокулон арқылы жазуға болады. Жауабы 60 микрокулон. Е нұсқасы екен. Енді тізбектей. Егер екі конденсатор тізбекте қосылса, мысалы бір батарейкаға С1, С2, бұндай жағдайда зарядтары бірдей болады екеуінде де. Ал жалпы сыйымдылығы 1 бөлу С1 қосылған 1 бөлу С2 арқылы өрнектелінеді. Ал жалпы потенциал болса, В1 қосу В2 болып саналады. Есеп шығарып көрейік. Сыйымдылықтар 3 микрофарад және 2 микрофарад конденсаторлар тізбекте жалғанып 400 вольт кернеуге қосылған. Әр конденсатордың кернеуі дейді. Енді бұл жерде жалпы сыйымдылықты тауып алайық. 1 бөлінген С жалпы тең болады 1 бөлу С1 қосылған 1 бөлу С2. Яғни микрофарадпен әзірге шығара тұрайын есепті. Астында 6, үстінде 5 болады. Үстінде 5 болады, демек жалпы сыйымдылық 6 бөлінген 5 микрофарад, немесе оның -6 деп жазайық. Енді бізде зарядты табу керек. Заряд ол неге тең? Жалпы сыйымдылық көбейту кернеу. Жалпы сыйымдылық бізде 6 бөлінген 5, оның -6, көбейтеміз потенциал 400-ге,
осы жерден жалпы заряд бізде шығады. 5 пен 400-ді қысқартсақ, мына жерде 80 шығады. 80-ді көбейтеміз 6-ға, 480. Оның минус 6 шығады. Бұл жалпы заряд, және жеке-жеке әрқайсысында да заряд осындай болады, өйткені тізбекте қосылған. Біріншісінің потенциалы ол, біріншісіндегі зарядты бөлеміз өзінің сыйымдылығына. Зарядымыз бізде 480, оның минус 6-сы, сыйымдылығы 3, оның минус 6-сы. Сонда 480-ді 3-ке бөлетін болса, 160 шығады. 160 вольт. Ондай жауап тек қана бір жерде бар, А нұсқасында. А нұсқасы дұрыс болады. Екіншін есептеу үшін дәл солай V2, Q2 бөлінген S2 деуге болады. Q2 480, оның минус 6-сы, сыйымдылығы ол жерде 2 микрофарад. Осы жерден 240 шығатынын көріп отырсыздар. Енді конденсаторлардың да энергиясы болады екен. Өйткені заряд болғаннан кейін ол энергия тасиды, ішінде энергиясы болады. Оны негізгі формуласы мынау. Заряд көбейтілген потенциал бөлу 2. Бұны басқа 3 түрде де жазуға болады. Мына түрде де, мына түрде де сыйымдылық, зарядтың сыйымдылық көбейту потенциал формасын қолдану арқылы басқа түрлерде де жазуға болады екен.